Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 6 сынып математика сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. Сабақтың оқу мақсаты 6, 2, 2, 4 модуль ішінде x плюс минус a тең v түріндегі теңдеулерді шешу. Мұндағы a және v рационал сандар. Осы сабақты оқу барысында сендер айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулермен танысасыңдар және оларды шешуді үйренесіңдер. Бізде айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген теңдеулерге, мысалы модуль ішінде x тең 3, модуль ішінде x минус 4 тең 5, модуль ішінде 2x қосылған 3 тең 4, модуль 3 көбейтілген модуль ішінде x азайту 2 тең 7. Осындай теңдеулерді айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер деп аталады. Мұндай теңдеулерді шешуде координаталық түзудегі a және v нүктелерінің ара қашықтығы пайдаланылады. Санның модулінің анықтамасы пайдаланады. Мысалы, модуль ішіндегі a тең болады. Бұл жердегі a-мыз оң сан болуы мүмкін, немесе a теріс сан болуы мүмкін. Себебі теріс саннан да оң саннан да бізде модульден тек оң сан шығады. Осы формуланы пайдаланады. Модульдің негізгі қасиеттерін пайдаланады. Модуль дегеніміз, модуль ішіндегі a әрқашан нөлден үлкен болады, сосын нөлге тең болуы мүмкін. Нөлден кіші болмайды. Модуль ішіндегі бізде қарама-қарсы сандардың модульдері тең. Сосын a көбейту v, модуль ішінде a көбейту v тең, біз оларды жеке-жеке модульге алып алып, одан кейін модульден шығарып көбейтсек те, екеуінің мәні өзгермейді. Модуль ішінде a бөлінген v тең болады, модуль ішінде a бөлінген модуль ішінде v-ға. Модуль ішінде a-ның 2 дәрежесі, ол кәдімгі a-ның 2 дәрежесіне тең. Осы қасиеттерді пайдаланамыз. Енді мысалдар түсіндірейін. Бірінші мысал міне, модуль ішінде x тең 5 теңдеуін шешейік. Бұл жердегі модуль ішіндегі x жаңа модульдің анықтамасы бойынша ол нөлден үлкен немесе тең болуы мүмкін, немесе нөлден кіші болуы мүмкін. Бізде модуль ішіндегі x-ті алдымен өзін шығарамыз, өзгертпей нөлден үлкен қылып. x тең 5 модулін тастап жазамыз. Одан кейін модульдің ішіндегі айнымалыны таңбасын өзгертіп шығарамыз, қарама-қарсы минус x тең 5 деп. Бұдан қараңдар, бізде мына жерде x тең 5 болды. Бұл теңдеудің бір түбірі. Енді минус x тең 5 болса, бұл да x-тің алды минус болып тұрған, сол минус 1-ден құтылу үшін біз минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Минус x-ті минус 1-ге көбейтсек, бізде плюс 2 шығады. 5-ті минус 1-ге көбейтсек, минус 2 шығады. Бұл теңдеудің екінші түбірі. Сонда бізде жауабы, мына теңдеудің жауабы минус 5 пен плюс 5 екен. Ал енді екінші мысалға тоқталайық. Екінші мысал, бізде модуль ішінде x минус 3 тең 4 теңдеуін шешіңдер. Шешуі, жаңағыдай бұл жерде де модульдің ішіндегін алдымен өзін шығарамыз. Модуль тастап жеріп, өзгертпей, таңбаларын өзгертпей, x-ті өзін шығардық, минус 3-ті өзін шығардық. x минус 3 тең 4 өзі тұра береді. Бұл енді қарапайым сызықтық теңдеу болды. Бұдан x-і барын теңдіктің сол жағында қалдырамыз, сандарды екінші жаққа өткіземіз. Мына 4-ті жазып қоямыз, минус 3, мына жаққа теңдіктің екінші жағына плюс 3 болып өтеді. Бұдан x тең 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады. Ал енді мына жаңағыдай енді екінші жағдайды қарастырамыз. Модульдің ішіндегін біз таңбаларын өзгертіп шығарамыз. Мынау x-тің таңбасы плюс еді, оны минус деді. 3-тің таңбасы минус еді, ол плюс 3 болып шықты міне. Тең 4 өзі тұра береді. Бұдан да біз x айнымалысы бар теңдіктің сол жағына, сандарды теңдіктің оң жағына өткіземіз. 4 өзі тұра береді, плюс 3, мына жаққа екінші бетке минус 3 болып өтеді. Бұдан минус x тең 4 минус 3-іміз бізде 1 болады. Минус x 1-ге тең болса, x-ің алда минустан құтылу үшін минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Сонда минус 1-ді минус x-ға көбейтсек плюс 2 шығады, ал минус 1-ді плюс 1-ге көбейтсек минус 1 шығады. Бұл теңдеудің екінші түбірі. Сонда бұл теңдеудің жауабы
7 мен минус 1 болып тұр. Енді үшінші мысалға тоқталайық. Үшінші мысалда модуль ішінде x қосылған 1 тең 6 дейді. Теңдеуін шешіңдер дейді. Бұл теңдеуді шешкен кезде де жаңағыдай біз екі жағдай қарастырамыз. Бірінші жағдай мынау, я. Модуль ішіндегі x қосылған 1 өзі шығады, тең 6 өзі тұра береді. Бұдан енді бұл қарапайым теңдеу болды. X-ті өз сол жақта, сандарды оң жаққа өткіземіз теңдікті. Сонда x тең, 6-ны жазып қоямыз, мына 6-ны жазамызда, мына плюс 1, мына жаққа минус 1 өтеді. Бұдан x-іміз тең болады, 6-дан 1 дасақ 5 қалады. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдайда мына модульдің ішіндегілердің таңбасын өзгертіп шығарамыз. Плюс еді, ол минус x болып шықты. Плюс 1 еді, ол минус 1 болып шықты. Бұл тең 6 өз тұра береді. Енді бұны да x барын теңдіктің сол жағына, сандарды оң жаққа өткіземіз. Минус x өзін жазамыз, 6, минус 1, теңдіктің екінші жағына плюс 1 өтеді. Минус x тең 6-ға 1-ді қоссақ 7 болады. Сонда мына минустан құтылу үшін біз минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Минус x-ті минус 1-ге көбейтсек плюс x, 7-ні минус 1-ге көбейтсек минус 7 болады. Сонда теңдеудің жауабы 5 пен минус 7 болады. Енді төртінші мысалға тоқталайық. Бізде модуль ішінде x қосылған 1 тең минус 6 дейді. Теңдеуін шешіңдер дейді. Енді шешуі бізде модульден жаңа айттым мен тек оң сандар шығады дедім. Модуль әрқашан 0-ден үлкен немесе тең болуы мүмкін. Сондықтан бұл теңдеудің шешімі жоқ. Мына бір жағында қараңдар, теңдіктің бір жағында модуль тұр, бір жағында теріс сан тұр. Бізде минус 6-мыз, минус 6, әрқашан ол 0-ден кіші. Сол үшін бізде модуль есе әрқашан ол 0-ден үлкен. Сол үшін бұл теңдеудің шешімі жоқ деп аламыз. Жауабы бізде бос шешім. Енді 5-ші мысалға тоқталайық. 5-ші мысалда бізде минус модуль ішінде минус y тең минус 4 дейді. Теңдеуін шешіңдер дейді. Бұл теңдеуді шешуден алдын біз мына модульдің алдында мына минус бар ғой, мына минусшы. Осыдан құтылып алуымыз керек. Одан құтылу үшін біз мына минус 1-ге көбейтеміз. Сонда минусты мына минусқа көбейтсек, мына алдында тұрған минусқа плюс болады да модульдің алды. Мына модульдің ішіндегі өзі тұра беретін. Минус 4-ті минус 1-ге көбейтсек, ол плюс 4 шығатын. Енді бізде не істедік жаңағыдай, бір жағы теңдіктің бір жағында модуль, бір жағында сандыр. Енді модульді тастап жібереміз. Модульді тастаған кезде екі жағдай қарастырамыз. Бірінші, модульдің ішіндегі өзі шығады. Ал екінші есе модульдің ішіндегін қарама-қарсы таңбаға өзгертіп шығарамыз. Сонда мына минус y өз шығады, тең 4 болады. Бұдан минус y 4-ге тең болса, y-іміз минус 4-ге тең. Жаңағыдай минус 1-ге көбейтіп аламыз. Ал енді модульдің ішіндегін өзгертіп шығарамыз. Минус y-ті плюс y деп шығарамызда тең 4 өзі тұра береді. Бұл теңдеудің екінші шешімі болады. Сонда бұл теңдеудің жауабы бізде 4 бен минус 4 болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабағым түсінікті болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.